Баршаңызға сәлем, сіздермен жүз кеңес денсаулық арнасы. Бүгін мен сіздерге емдік қасиеті өте күшті жантақ шөбінің тұнбасын дайындау туралы айтатын боламын. Егер денсаулығыңызға қажетті пайдалы ақпараттар мен кеңестер және де халық емдері қажет болса, ең алдымен каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Жантақ, яғни орысша атауы верблюжья колючка деп аталатын осы керемет шөп туралы ақпарат каналымда бар, қажет десеңіздер сол жерден көрсеңіздер болады. Ал бұл видеомда мен сіздерге сол шайдың дайындалу жолын және оның пайдасы туралы ақпарат беремін. Жантақ Қазақстанның шөлді, шөлейтті аймақтарында өсетін, тамыры 70 метрге дейінгі тереңдікке таралатын, тек ешкі мен түйе малдары ғана жей алатын тікенді емдік қасиеті жоғары шөп. Қарапайым қара шай мен көк шайдың орнына осы жантақ шөбінің шайын қолданатын болсаңыздар, денсаулығыңызға айтарлықтай пайдасы тиеді. Жантақ шайын бүйрек және несеп жолдарына тас байлануы кезінде, әртүрлі асқазан аурулары кезінде, соның ішінде гастрит және асқазанның жоғары қышқылдығы кезінде, және де запыран құсып асқа тәбет тартпай тұрған кезде, простатит, грыжа кезінде, қанды сұйылту үшін, өт қабының қабынулары кезінде, сондай-ақ қандағы қант деңгейін тұрақтандыру үшін, яғни қант диабеті кезінде, адам баласының бойына жан-жақтан алып жатқан радиациясын құрту кезінде, жаман аурудың, яғни обыр ауруының клеткаларын жою, сонымен қатар осы аурудың алдын алу кезінде, қанды баптау, яғни тазалау үшін, әртүрлі бүйрек ауруларын емдеу кезінде, сондай-ақ қандағы гемоглобинді қалыпқа келтіру үшін осы шайды қолдану ұсынылады. Ем үшін жантақ шөбінің шайын шілде-тамыз айларында жинап алып ішкен дұрыс, себебі жантақ шөбі шілде және тамыз айларында гүлдейді. Сондай-ақ бұл шөптің үстіңгі бөлігінен бөлек тамырының да емдік қасиеті жоғары. Жантақ шөбінің тамырын да қазып алып, қайнатып ішсе, ол бауыр ауруларын, сондай-ақ ішек ауруларын жазады. Ал енді осы айтулы жантақ шайын қалай дайындаймыз? Ол үшін кептірілген жантақтың 2-3 ас қасығын емальды ыдысқа саламыз да, үстіне қайнаған 2 литр су құямыз. Сөйтіп астын жағып, баяу отта 2 минут қайнатамыз. 2 минут қайнағаннан кейін газдың астын өшіріп, суға қойып қоямыз. Салқындағаннан кейін осы тұнбаны басқа бір ыдысқа немесе банкыға сүзіп аламыз да, шөбін тастамай қайтадан кептіріп қоямыз. Бұл бір салынған шөпті тастамай 6-7 ретке дейін қайнатуға болады. Бұл шөптің емдік қасиеті қайта қайнатқан сайын арта түседі. Бұл шайды бірінші реттік қайнатқан кезде 2 минут қайнататын болсақ, екінші реттік қайнатқан кезде дәл осындай мөлшерлі суда 5 минут қайнатамыз. Және де ол тұнбаны сүзіп алып, келесіге қайтадан кептіріп қоямыз шөпті. Үшінші реттік қайнату кезінде тағы да 3 минутты қосып, 8 минут қайнатамыз. Судың мөлшері бастапқы қалыптағыдай болады. Және де беті жабық ыдыста салқындағаннан кейін басқа ыдысқа сүзіп алып, шөпті қайтадан кептіріп қоямыз. 4-ші реттік қайнатқан кезде 10 минуттан аса, яғни 11-12 минут қайнатамыз. 5-ші реттік қайнату кезінде 15 минутқа дейін қайнатамыз, және де 6-ші реттік қайнатқан кезде 20 минуттай қайнатамыз. Сонымен бас аяғы 6 рет осы шөпті, бір салынған шөпті 6 рет қайнатып ішуге дейін болады. Ешқандай қасиеті жоғалмайды, қайта қайнатқан сайын бұл шөптің емдік қасиеті арта түседі, және де түсі, құрамы ешқандай өзгермейді. Бұл шайдың дәмі ешқандай да ашты немесе қышқыл емес, кәдімгі әдемі өзіне тән дәмі бар шай. Осы дайын шайды азаннан кешке дейін қалаған уақытыңызда судың немесе шайдың орнына күні бойы ішіп тауысасыз. Айтып өткенімдей, бұл шайды ішудің бекітілген бір өзіндік ішу уақыты жоқ. Қалаған кезіңізде, шөлдеген кезіңізде судың немесе шайдың орнына ішсеңіз болғаны.
Бұл жантақ шөбінің емдік қасиетінің құпиясы, оның құрамында Менделеев кестесіндегі алтын элементінің өте көп мөлшерде болуы. Осы жантақ шайын 1 ай немесе 40 күн дайындап ішсеңіз, 1 айдан кейін кереметтей нәтижеге қол жеткізесіз. Алайда ескерте кететін бір жайт, қандай да бір емді бастамас бұрын өзіңіздің жеке дәрігеріңізбен міндетті түрде кеңесіңіз. Және тағы бір айта кетерлік нәрсе, бұл шөпті емдік мақсатта жинау кезінде жолдың бойынан емес, полядан, яғни егістіктен жинаған дұрыс. Бұл шөпті шілде және тамыз айларында гүлдеп тұрған кезінде қырқып алып, көлеңкелі жерде кептіріп, 2-3 жылға дейін картон қағазда сақтауға болады. Қалаған кезіңізде алып, қайнатып іше бересіз. Егер шөбінің өзін таппасаңыз, дәріханаларда сатылады. Ақпарат пайдаларыңызға жарайды деген ойдамын. Дендеріңіз сау болсын.